Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болатын қатпарлы қаттама нанын пісіретін боламыз. Бұл өте оңай, өте тез дайындалатын нандардың бірі болады. Барлық керек заттарды төменге жазып қоямын. Алдымен бір ыдысымызға суымызды құятын боламыз. Tuzumuzu салып, араластырып, үстіне ұн салып, орташа қамыр илейтін боламыз. Менде осы заттардан 8 дана шықты. Үлкен болды менің қаттамаларым. Міне менде осындай орташа қамыр дайын болды. Оның үстін жауып, 5 минутқа қойып қоямыз. Тынған қамырымызды мен 2-ге бөліп алдым. Сіздер өздеріңіздің жаюларыңызға байланысты бөліп алатын боласыздар. Оны да 5 минутқа тындырып, енді жаюды бастайтын боламыз. Менде орташа қамыр жайдым. Өте жұқада емес, өте қалында емес. Осыны енді ішіне маргаринді ертіп жағып шығатын боламыз. Бір келкі барлық жеріне тию қажет. Енді оқтауымызға осылай қамырымызды нығыздап орап шығып, кесетін боламыз. Ортасынан бір бөлеміз. Мен енді бөлген қамырымызды 3-ке тағы да бөлдім. Енді оны домалақша етіп орап шығамыз. Өзіңіздің пісіретін табаңызға немесе қазаныңызға өлшеп, көлемін кесетін боласыз. Менде табам өте үлкен, соның үшін үлкендеу етіп жасадым. Менде бір зуаладан 4 данадан шықты. Енді екінші қамырымызды да дәл солай жайып алып, ортасына маргаринді жағып шығатын боламыз. Алдын ала турап қойған пиязымыз бен тұзымызды араластырып қойғам. Соны ортасына салып шығатын боламыз. Бір келкі етіп салып болған соң. Бұны да дәл бағанағыдай нығыздап орап шығатын боламыз. Ортасынан кесіп, бұны да мен 3 бөлікке бөліп шықтым. Менде бұл да 4 зуала болып шықты. 5 минуттай тынған соң алып жаятын боламыз. Пияз салынбаған қамырымызға ұнды аздау сеуіп жаятын боламыз. Табамызға сай етіп жайып алатын боламыз. Өте қалында болып қалмау керек. Міне менде орташа жайылды. Қамырымыз өте жұқада емес, қалында болған жоқ. Ал ішінде пиязы бар қамырымызды ұнды көптеу сеуіп жаятын боламыз. Ұнды аз сепсеңіз, қамырыңыз жабысып, пияздың суы шығып, қамырыңыз жыртылып, жаман болып кетеді. Сол үшін ұнды көптеу сеуіп жайып шығамыз. Міне мен барлық қамырды бір келкі етіп жайып алдым. Алдын ала енді қызып тұрған табамызға 2-3 қасық май құйып, соған қамырымызды салып алатын боламыз. Осылай тез-тез айлантырып тұру қажет. Егер айлантырып тұрмасаңыз, бір жері пісіп, бір жері тимей қалып, бір жағы күйіп, солай шығады. Сол үшін тез-тез айлантырып тұру қажет. Осылай екі жағында айлантырып тұрып пісіретін боламыз. Әйтпесе күйіп қалады. Міне менде әдем болып шықты. Біріншісін пісіріп алдым, енді пияздысын пісірем. Әр нанға осылай 2-3 қасықтан май құйып отырамыз. Көп май құймаймыз. Осылай айлантырып отырып пісіру қажет.
Міне менде барлық қаттамаларымызды пісіріп алдым. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын нандардың бірі болады. Сіздер де дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Егер осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Сау болыңдар.